Сәлем достар, сәлем бірге Арфат. Бүгін біз Шыңғыс ханның тарихы туралы айтып жалғастырамыз. Бірінші бөлімінде сіздер мен Есугей деген адам туралы айтып едім ғой. Оны қысқаша ғана айтқан болатын. Бүгін біз оның өмірі туралы айтамыз. Ал мен деген қанша бет, мынау почти 3 бет болды достар. Аударма. Мынау алдыңғы бірінші бөлім 2-ақ бет болған. Сондықтан да бағалаңыздар. Міне. Маған қараңыздар. Оннан 12-ке дейін аударуға тура келді. Міне. Мына жерден басталса, міне достар. Мына жерден басталса, сол жерден, жаңағы жерден басталып, мына жерге дейін аударуға тура келді достар. Еңбегім бағалайсыздар деп ойлаймын. Бұның себебі деген сонша уақыт аударуға тура келді. Міне нәтижесі мынандай болып шықты. Жоқ, енді артында да бар әрине. Міне осындай достар. Осының бәрінен бағалайсыздар деп ойлаймын. Енді тек қана мен достар жұма, сенбі, жексенбі күндері ғана түсірем видеоны. Оливер Твистің туралы видеоны түсіре алмаймын. Әзірше себебі белгі себептер болып тұр. Оны айтпай-ақ қояйын. Мақұл, бастаймыз. Есугей жаңағы айтып едім ғой, кетіп қалады деп. Анау ашуланып, сөйтіп ол Челеду мен Ойылуынды қалдырып алыстағы жартастарға аттанады. Ол сол жақтағы дала құстарына аңшылық жасағысы келді. Бұл жұмыспен Есугей көп айналыспайтын достар. Ол әрдайым ойланбаған кездесуге тап болады. Жаңағыдайда Челедумен кездесу дегенде сияқты. Негізі Челеду ақымақ болды. Мен бұны айтып отқан жоқпын. Мен кітаптан аударған айтып отырмын. Себебі оның ақымақтығы мынада. Ол Есудейдің атын алып қоюдың, бұқаларды алып қоюдың орнына оны жібере салды ғой. Ол бұны өлтірем деді Есугей. Бұл ақымақтық болды достар. Есугей Челедуге тиіспегеннің басты себебі ол Ойылуында әрине. Себебі оған ғашық қалды ғой. Естіген соң ашуланды ғой. Чатырыңа кезеңе кіргіз, немесе ол бізге қол көтерсе сен жесір қаласың деп айтып еді ғой. Сон шыдап қарап тұрғанда Есугейдің бұндайсын оның ханы Амбай хан бұл туралы естісе не болатын еді деймін достар. Мақұл, ол Амбай хан деген сол Есугейдің тайпасының патшасы. Мен жаңа адамдар қосылып жатыр. Сол бұл кейбір бөлімдерде болып қалуы мүмкін. Сөйтіп жақында ғана ол сол жаңағы сол Забияқтар тайпасы меркіттермен соғысқан болатын. Сол соғыста Есугей олардың патшасының баласы Тоқтоға бірнеше жарақат әкелген. Тоқты деген баласы болған оның. Жаңағы меркіттерін. Тоқты жарақат алғаннан кейін қашады ғой енді. Сөйтіп қашып бар жатқанда Есугей оны қуып бара жатқанда атпен шабады ғой. Ол атының аяғы тышқанның ініне кіріп кетіп құлап түскен ғой. Сөйтіп қашып кеткен ғой достар. Сөйтіп ол жаңағы іске ызаланып анау енді ойлаған ғой,
хан басын алады деп ше, Амбай хан. Сөйтіп одан қашып жүрген ғой. Сөйтіп бір күні ұсталып қалған. Сөйтіп жоқ, неге ұсталмаған, тек Амбай ханның өзі шақырған жаңағы Есугейді. Ол айтқан ғой, мен сенің ашулы екеніңді көріп тұрмын, бірақ сенің ашуың орынсыз дейді. Ол деген анандай, кейбір адамдар болады ғой, бір жеңіске жете алмай қалса, әскерлерін өлтіріп тастайтын. Ондай адам болмаған екен Амбай хан. Ол айтқан, сен ашуың орынсыз, оларға енді сол жаңағы тоқты бізге қарсы тұра алмайды деген деп айтқан ғой. Сөйтіп Амбай хан Хабул ханның Амбай хан Хабул ханның және Есугейдің атасының досы болған достар. Ол сол меркіттермен соғыстан кейін нояндар олардың ең басты жауы татарларға шабуылдауына кеңес берген. Татарлар деген сол жаңағы Амбай ханның ең басты жауларының бірі болған достар. Сөйтіп татарларға шабуылдауының себебі меркіттер енді анау ханы өліп қалды ғой. Содан кейін олар точно соғыса алмас деп сөйтіп ақыл айтқан ғой. Сөйтіп Амбай хан бәрін тыңдап мықты қарсылас жеңеді. Оларға қазір шабуылдау ақылды іске жата ма? Олар меркіттердің жеңілісі туралы біледі. Оларды сендер ұқсап ақылдасып отыр. Соғыс кімнің жеңісімен аяқталатынын ешкім білмейді. Біз жеңсек те бұдан қандай пайда табамыз? Алтан хан да біздің жеңісімізге алаңдап отыр. Ол Алтан хан деген ол деген жаңағы татарлардың патшасы болған достар. Сол біз жалғыз оларды талмаймыз деген ғой. Мен оларға достасу үшін барам дейді. Сөйтсе Есугей, олар сені өлтіреді дейді. Сонда Амбай хан, мүмкін өлтіретін де шығар, бірақ бізде достыққа шақыру мүмкіндігі болмауы мүмкін дейді. Бірнеше нөкерді мен Амбай хан жаңағы татарлардың тұратын жері Бюрнир көліне кетеді. Ол жақтарда жаңағы татарлар өмір сүрген. Ары қарай одан хабар вообще келмеген. Оның не болғанын ешкім білмей қалғанда, ол өліп қалды ма, немесе олар бір жерде адасып кетті ма, содан білмей қалған. Сөйтіп Есугей аңшылыққа кетіп қалған ғой. Сөйтіп оған негізі оған басқа бауырларына қарағанда әйелімен ешқашан да не болған жоқ. Безене болған жоқ дейді ғой. Сондай себебі мақұл тарихын айтып берейін, неге ол әйелімен ешқашан да не істеген жоқ, үйленген жоқ даже ол. Ол негізі сол айтайын енді не үшін екен. Оның әкесі оған анау ұлықтай қорғанының қасында қоныстанған тайпалардан жаңағы сүйген қызын жаңағы әйелін әперген ғой. Жаңағы келін дейді ғой бізде. Сол келінді
үйге әкелетін уақыт келгенде татарлар жаңағы тайпаға шабуылдап бүкіл адамдарын қырып жаңағы Есугейдің болашақ әйелін ұрлап әкеткен ғой. Одан кейін жаңағы Есугейдің әкесі батыл болғанда оның аты Бартан Багатур өліп қалады соғыста. Ол содан кейін әрдайым аңшылық кезінде жоғалып кетеді деген белгісіз себептермен. Есугей өзінің анасы Некун Тайжидың үйіне, өзінің ағасы деген, оның ағасы Некун Тайжидың үйіне асықты. Күйіз үйдің ішінде оның ағасы Некун Тайжи мен Дарити Очигин інісі отырған. Ол олардың қасына барып шай ішті. Қазақша баламыз жоқ болып тұрды, сондықтан да сондай болып тұр. Сөйтіп жаңағы Некун Тайжиге сенде жұмыс жақсы жүріп жатыр ма дейді. Сөйтіп Некун Тайжи күлімсіреп қарап Есугейге, менің балам бар, балам туылды, оны хулар деп қоямын дейді. Ал жаңағы інісі Дарилтай Очигин ешқашанда ағаларының қуанышына ешқашанда шын көңілмен қуанған емес екен достар. Осымен аяқталды 2-ші бөлім. 3-ші бөлім ертең шығады. Содан кейін жексенбі күні бірақ шығады. Жұма күні деген. Егер Оливер Твистті жаңағы Оливер Твисті Твисттің оқиғаларын айтқанымды жалғастыр десеңіздер, міне мынандай белгіні басыңыздар. Комментарийлерде жазып кетіңіздер және. Мен достар бетейін деп шештім же. Осы мен енді тек қана Росомаха, Бэтмен, Оливер Твист, Шыңғысхан туралы айтамын достар. Себебі жаңағы ақпараттық видеоларды любой адам интернеттен тауып ала салады достар. Сондықтан да егер түсір десеңіздер түсірем. Ал мақұл. Сіздермен болған мен Рафат, сау болыңыздар.